Қазір қазақ халқы байтақ қазақ жерінің қай бұрышында болса да өлімі жылаусыз кеткен, құны сұраусыз кеткен ұлы бабаларымызды еске алып, оларға арнап конференциялар өткізіп, ақындар айтысын өткізіп, түрлі ас беріп, сол бір біздің тарихымыздағы ақтаңдақ болып аталмай қалған шаруалардың орнын толықтырып жатқан жайы бар. Солардың бір-екеуі туралы айта кетсек, мысалы, бұрынғы патшалық Россияда тәртіпке көнбеген, халықтың қамымен жүрген азаматтардың басын алып, ол басты тона Санкт-Петербургқа, Мәскеуге, басқа қалаларға алып кететін дәстүр болған. Оған басына белгілі ақша бәйгі жинап берем деп уәде беріп. Сондай адамдардың бірі қазақтың ең соңғы ханы Кенесары хан. Кенесары ханның қазір енді халық мына бостандыққа келгеннен кейін тәуелсіздік жылдары қазір денесін және басын іздеп, сол денесі табылды дейді. Ендігі бас мәселесі, бас сүйектің мәселесі. Санкт-Петербургта, Кунсткамерадан, Москвадағы түрлі қоймалардан, Омбы қалаларынан іздеп, осы уақытқа дейін ол бастың хабары шыққан жоқ. Өздеріңізге мәлім, осы Масимов Ресейге барған кезде Медведевке осында екі бас сүйек туралы ұсыныс жасаған. Біреуі осы Кенесары ханның бас сүйегі, екіншісі Кейкі батырдың бас сүйегі. Кейкі батырдың бас сүйегінің жатқан жері белгілі болды, ол Санкт-Петербургтегі Кунсткамерада. Ол мәселе оңай шешілді. Сол атақты ұлы батырдың қазақ халқының азаттығын аңсаған, сол жолда күрескен батырдың бас сүйегі қазір қазақ жеріне келді.